елу ертегі және 70 жұмбақ. Құбыл жүзік. Бұрынғы өткен заманда бір кемпір шал болыпты. Бұларда жар дегенде жалғыз ұлы болыпты. 13 жасқа келгенше ұлын далаға шығармай үйде баққан екен. Бір күні шалы тұрып: "Кемпір-ау, басқалардың 3 жастағы баласы далада ойнап жүр. Бізде баламызды сыртқа шығарсақ қайтеді?" дейді. Кемпірі мақұл болып, астына бір ат міндіріп, қолына 2 ділдә беріп, өз көңіліне ұнаған бір нәрсені сатып алып кел, деп баласын жолға шығарады. Бала қалаға келеді. Еш нәрсе алмай келе жатады. Өзі хат танымайды, базар көрмеген. Көшеде бір топ баланың бір мысықты қуалап жүргенін көріп: "Бұларың не қылғандарың, балалар?" дейді. "Бұл қасапшының етін жеп қоймаған соң қуып жүрміз" дейді. "Онда маған сатып беріңдер" дейді. "Мақұл, ал" дейді. Бала 2 ділдәсін беріп, мысықты үйіне әкеледі. Әке-шешесі қуанып: "Әкелгенің жақсы болыпты. Арыстанның түшкірігінен жаралған жарықтық үйге керегі бар" депті. "Және бір күні тағы сынап көрелік, базарға тағы жіберелік" деп қолына 4 ділдә беріп, "Осыған көңіліңе жаққан бір нәрсе алып кел" деп баласын базарға жібереді. Бала базарды аралап, көңіліне еш нәрсе жақпай келе жатқанда, бір топ бала ит қуалап алдынан шығады. "Мұны неге қуып жүрсіңдер?" дейді бала. "Қасапшының етін жеп қоймаған соң өлтіргелі жүрміз" дейді. "Маған сатып беріңдер, өлтіріп обалына қалғанша" дейді бала. Балалар мақұл болып, 4 ділдәні алып, итті балаға жетектетіп береді. Үйіне алып келсе, әке-шешесі қуанып: "Жарайды балам, ит ырыс деген 7 қазынаның бірі, жақсы болды" дейді. "Баламызды 3-ке дейін сынайық. 3-ші сынақтан тағы осындай келсе, бізді ойдағыдай бағатынына көзіміз жетеді" дейді де қолына 10 ділдә беріп, кемпір шал баласына: "Қалаған нәрсеңді алып кел" деп қалаға жібереді. Бала қаланы аттан түспей аралап жүре береді. Bir жерден адамның: "Сандық арзан, алғанда да арманда, алмағанда да арманда" деп айғайлап тұрғанын көріп жанына барады. Бірақ сандықты ешкім сұрамайды. Бағасы қанша деп те айтпайды. Бала ойланып тұрады да: "Тәуекел, алайын. Алмай арманда болғанша, алып арманда болайын" деп. "Бағасы қанша?" дейді. "8 ділдә." 10 ділдәсін беріп, сандықты алады. Сонда саудагер тұрып: "Құлыптың кілтін берейін, жолда ашсаң болмайды, үйіңе барғанда ашасың" дейді. "Мақұл" деп бала сандықты өңгеріп үйіне келеді. Әке-шешесі алдынан шығып: "Бұл жолы да жақсы әкелді, дүние әкелді" деп қуанысып қалады. Сандықты түсіріп, аузын ашқанда айдаһарға айналайын деген үлкен жылан атып шығады. Әке-шешесі шошып, есі ауып талып қалады. Бала қаша жөнеледі. Сонда жыланға тіл бітіп: "Қашпа, қорықпа, бері кел" деп шақырады. Бала қайтып келеді. Әке-шешесі есін жиып қайта орындарына тұрады. Балаға жылан тұрып: "Мені өз мекеніме жеткізсең, сендерді шақпаймын, жеткізбесең шағамын" дейді. "Мен мекеніңді білмеймін, қайтып жеткіземін" дейді бала. "Көрсеткен бағытыма қарай жүре бер, аяғыңнан беліңе дейін оралып аламын, тек қорықпай жүре берсең болғаны" дейді жылан. Бала мақұл болып бірнеше ай жол жүреді. Жолда жылан аққу қаздарды арбап түсіріп, баланы да өзіне де қамдап кете береді. Bir жерге келгенде жылан және сөйлейді: "Алдыңғы сай жыланда сай болады. Адамның иісін сезгенде жыландар 2 жақтан беттен ағылып сай түседі. Сен олардан қорықпа. Мен ысқырған соң олар тыныш жатады, шақпайды. Үстін басып өте бер" дейді. Жыланды сайға барғанда жыландар 2 беттен жосылып сай табанына түседі. Әлгі жылан ысқырғаннан кейін қозғалмай орындарында жата береді. Сайға барса, тесіктей қара жер жоқ. Жолдың бәрін үлкен кішілі әртүрлі жыландар алып келеді. Бала қорықпай түсіп басып жүре береді. Bir кезде тау басына шыққанда 2 үлкен жылан алдынан шығады. Сөйтсе, бұл екеуі әлгі жыланның әке-шешесі, қалың жыланның хандары екен. Бұлар қатты қуанып, баланы өте құрметтейді. Баласын жоғалғанына 10 жылдан асып қалған екен. Бала сол жерден 20 шақты күн жүрген соң әлгі әкелген жыланына: "Қайтсам" дейді. "Қайтсаң қайт,
Әке шешеме айт, олар да рұқсат береді. Бірақ саған алтын күмістен қанша алсаң ал дейді. Олардан алмай әкемнің қолындағы жүзігін сұра. Әкем де бере қоймайды. Сонда маған қарайды. Мен жыламсырап әкеме бір, саған бір қараймын. Сонан соң әкем береді, дейді жылан балаға. Мақұл болған бала. Қайту уақытым асып кетті, рұқсат етсеңіз қайтсам, дейді. Жылан мақұл болады. Алтын күміс гауһар жақұттардан неше түрлісін баланың алдына қойып, осыдан қалағаныңды ал. Бала алмайды. Неге алмайсың? Деп жылан сұрағанда. Мен бұларды алғым жоқ. Сіз ренжімесеңіз қолыңыздағы жүзікті естелікке алсам, дейді. Жылан үндемей баласына қарайды. Баласы жыламсырап ана балаға бір, әкесіне бір қарап отырады. Әкесі амалсыздан жүзігін береді. Баласы дос баласын жолға шығарып, жыланды сайдан өткізіп қояды. Сонда бала тұрып, бұл жүзікте не өнер бар? дейді. Жылан тұрып, мұның аты құбыл жүзік. Өзіңе не қажет болса, құбыл жүзік, құбыл тілегімді дайында десең, қажетің дайыр болады. Қазір, құбыл жүзік, құбыл, бір қара ер тоқымнан дайында десең, дайын болады. Сонымен еліңе жетесің, дейді. Айтқанын айтса, қара арғымақ ер тоқыммен дайын болыпты. Жыланмен қоштасып бір қалаға келеді. Келісімен құбыл жүзік, құбыл, қара арғымақ ерімен жоқ болсын деп, мен бір қайыршы бала болайын десе, сол-ақ екен, қара ат жоқ болып, өзі бір қайыршы бала бола қалыпты. Сонымен қаланы аралап жүріп, бір күні патшаның сарайының тұсына барыпты. Терезесінен бір сұлуды көріп қалады да, айналсоқтап сол маңайдан шықпай жүреді. Қарап жүрсе, күнде таңертең патша есігінің алдын өзі сыпырады екен. Бір күні патшадан бұрын бала есігінің алдын сыпырып тастайды. Бұған патша қайран қалып, уәзірлерім сыпырмайды, мұны кім сыпырды? Деп таңданады. Және уәзірлерінен, кім сыпырды? Деп сұрайды. Уәзірлері, біз сыпырмадық, білмейміз, дейді. Сонда патша тұрып, бұл маңайға бөтен адам келген білесіңдер ме? дейді. Бөтен адам көрмедік, бірақ бір қайыршының жүргенін көрдік, дейді. Онда соны тауып келіңдер, дейді патша. Уәзірлері қарастырып қайыршыны тауып әкеледі. Тамақтанғаннан соң хан баладан, сен қайдан келдің, не қылып жүрсің, дейді. Бала, мен жетім едім, әкем жоқ, қайыршылық істеп әрең жан бағып жүргендіктен, сіз көзінің қырын салар ма екен деп есігіңіздің алдын сыпырғанмын, дейді. Сонда хан, онда маған бала бол, менің де ұлым жоқ еді, уәзірлерім не істесе сен де соны істе, дейді. Баланы киіндіріп уәзірлердің жанына қойып қызмет істетсе, сонда жақсы істегеніне қатты разы болыпты, жақсы көріпті. Бір күндері уәзірлері, ханның қызын мен аламын деп сырттай таласыпты. Бұған іш құста болған бала мен аламын десе, уәзірлер, сен бізден қалжыңдасқанға жеткен жоқсың, ойнама, депті бала. Мен ойнамай ойлап айтып отырмын, қызды мен аламын, депті. Мұның сөзіне ашуланып, сенің битің семірген екен, балақтағы битті басқа шыққанын қай жерден көрдің, құтырмай жүр, деп уәзірлер ұрсыпты. Бала бетінен қайтпапты. Уәзірлер сонан соң ханға келіп жамандапты. Кешегі келген қайыршы сіздің басынып қызыңызды аламын деп жатыр, бәрімізді көзгелер емес, депті. Хан, шақырып келіңдер, деп шақыртып алыпты. Сен менің қызымды алам дегенің рас па? Деп сұрады. Сонда бала, шын, онда осы орданың алдына 7 қабат алтын сарай салғызасың. Түрлі жемістерге толған бау-бақша орналастырасың. Сарайдың ішін алтын қазынаға толтырасың. Бау-бақшада бұлбұл құстар сайрап тұратын болады. Бір жағында моншасы болады. Менің ордамнан сол сарайларға жеткенше кілем жайылып отырады. Бақшаны аралап есік алдына бұлақ ағып тұрсын. Орда алдына алтын мұнара, үлкен бәйтерек орнатасың. Және қоралы қой, 100 сиыр, 100 түйе, 100 жиқы даярлайсың. Осындай болмаса басыңды аламын, дейді. Бала мақұл болады. 40 күндік рұқсат береді. Ертесі хан таң намазын оқығалы тұрса, есіктің алды уда шу. Қора толы қой, алтын сарайлар, алтын мұнара, бәйтерек, аққан су, бау-бақшада сайраған түрлі құстар екен. Бұған таң тамаша болып таңырқап қалады. Ойланып, бұның кереметі бар бала екен.
қызымды бермесем болмайды екен деп қызын той жасап балаға қосады. Көршілес бір патша сол кезде осы патшаның қызына елші жіберіп қызды өзіне айттырмақшы екен. Бірақ қыздың балаға ұзатылып кеткенін естіп бармағын тістеп өкінеді. Баланы тауып түбіне жетейін деген байламға келіп. Осыны кім тауып келсе, қалағанша қазынадан алтын күміс беремін, өзімнің жақын адамын етемін деп халқына жарлық шашады. Сонда бір кемпір шығып, мен табамын дейді. Желмаяға мініп жолға түседі. Ханның күйеу баласы бір қанша күн тұрған соң, еліме кетемін деп ханға айтады. Сиқыршы жүзігіне, құбыл жүзік құбыл, 2 жирен ат ер тоқыммен даяр болсын деп 2 атты даярлап, келіншегіме жолға түсіп, үлкен бір судың бойына келіп мекендейді. Осы жерде алтын сарайлар даярлатады. Аңшылық етіп күн көреді, күнде ауға шығады. Күндердің бірінде өзін іздеген кемпір үлкен судың бойында алтын сарайда 2 адам бар дегенді естіп, осы жерге келеді де желмаясын тоғай шетіне жасырып, өз баланың келетін жолында өтірік талқысып жатады. Бір кезде бала келіп, неғып жатырсың, тұрыңыз, дейді. Балам жоқ, жесір кемпірмін, тентіреп күн көріп жүрмін, дейді. Онда біздікіне жүріңіз, деп үйіне ертіп, әйелі жақтырмайды. Танымаған мұндай кемпірді пәлесі сап болады, орнына апарып таста, дейді. Күйеуі орнына апарып тастайды, кемпір еріп алады. Және апарып тастайды, тағы да келіп алады. Бұларға шөпшек теріп, ертеге тұрып, шай қайнатып, тұрыңдар балаларым, шайларың қайнады, деп әбден сіңіп кетеді. Бір күні бала аңға кеткенде, күйеуінің аң аулағаннан басқа өнері жоқ, мынандай сарайды қайтып салдыңдар деп әйелінен сұрайды. Әйелі өзіміздің дәулетімізбен салдық дейді. Кемпір әйелге қайта. Күйеуіңде не өнер бар? Өзің патша алуға лайық әйел тұрып, бұған қалай дейдің, дейді. Әйелі, бөлек өнері жоқ. Кемпір қоймай сұрай берген соң, бір жүзігі бар, өнері сонда, дейді. Онда сол жүзігін сұрап көріп отырмайсың ба, дейді кемпір. Әйелі, сұрағанға бермейді, өзімен бірге алып жүреді. Кемпір тұрып, сен сұра, 1-2 рет сұрағанға бермесе, теріс қарап жатып ал, дейді. Мақұл деп күйеу келгенде сұраса, күйеу бермейді. Не керегі бар, саған қажетсіз, дейді. Және ауға кетеді. Кемпір, берді ме деп сұрайды. Берген жоқ. Оны түнде қайда қояды, дейді кемпір. Аузына салып жатады. Кемпір ойланып, өзі ала алмайды екен, қайтсем де алғызайын деп әйелді желіктіреді. Сен сұрап ал, ақыры береді. Жүзіктің өнері арқылы өзіңе керекті нәрсеңді бәрін аласың. Әйелі күйеуіне және сұрайды. Күйеуі бермейді. 3-ші ретте теріс қарап жатып алған соң амалсыз береді. Күйеуі аңға кетеді. Кемпір, алдың ба? Алдым. Көрелік. Шіркін, не деген жақсы, менің қолыма тұра келем екен, деп қолына салады. Жүр, далаға шығып сейілдейік, деп үйіне бір талай ұзап желмаясын қойған жерге жақындап барады. Қызға, анау не нәрсе, деп ертіп алып барып кемпір мінеді. Кел, сен де мінгесіп көр, деп қызды артынан мінгестіреді. Құбыл жүзік, құбыл, алтын сарай жоқ болсын, біз патшаның үйіне баралық, дейді. Алтын сарай жоқ болып, өздері патшаның ордасына жетіп барады. Патша қуанып кемпірді алтын күміспен сыйлайды. Аңға кеткен бала қайтып үйіне келсе, жұрты жатыр. Әйелі де үйі де жоқ. Жүзікті бергеніне өкініп, құсаланып, сол орнына күн көріп тұра береді. Бір күні баланың мысығы түс көреді. Түсінде иесінің бір үлкен судың бойында жалғыз қалғаны, үй мысық иттерін ойлап қайғы шеккені көрінеді. Таңертең итке, сен не білдің, десе ит. Ештеңе білмедім, дейді. Сонда мысық, мен бір түс көрдім. Мұны естіп итте, мен де түс көрдім, деп өтірік айта салады. Қандай түс? Ит айт бере алмайды. Өтірік айтқанын біледі де мысықты итке. Менің түсімде үйіміз далада жалғыз қалып қиыншылық көріпті. Барып қиыншылығына көмек берелік, дейді. Ит мақұл болады. Бұлар баланы іздеп сапарға шығады. Жүре-жүре үлкен дариядан өтіп баланы тапса, бала аты менен жұртта отырғанын көріп. Не болды, деп мысық сұрайды. Сонда жүзігінің айырылғанын, әйелін кемпірін алдап әкеткенін айтады.
біз тауып келеміз, сен де басқа жаққа кетіп қалмай осы жерде бол, дейді бұлар. Мақұл деп бала сол жерде қалады. Бұлар жүзікті іздеп сапарға шығып қаланың шетіне келеді де бір теректің түбінде демалып отырып мысық итке: сен осы теректің түбінде қал, қаладағы иттер сені талап тастайды, мен барып патшадағы жүзікті алып келгенше отыр, дейді. Ит мақұл болады. Мысық жүгіріп отырып патша сарайының терезесіне үйге кіреді. Патша ұйықтап жатса, сонда бір тышқанды жорғалап жүрген мысықты ұстап алады. Бұл үйде жақыннан бері не жаңалық бар? Айтпасаң өлтіремін, дейді. Сонда тышқан: патша жақыннан бері бір жүзік әкеліп аузына салып жататын болды, дейді. Онда мұны қайда аламыз? Мұны құйрығын мұрнына кіргізіп жыбырлатамыз, сонда патша түшкіргенінде жүзік жерге түседі, сен қағып алып кете бер, дейді. Тышқан айтқанындай орындайды. Мысық қағып алып итке келеді. Итке: кетелік, жүзікті әкелдім, дейді. Бұлар жүріп отырып судың бойына келіп судан өтпекші болғанда ит: жүзікті маған бер, мен алып жүрейін, дейді. Мысық: сен үлкен болғаныңмен ақылың аз, жүзіктен айырылып қаласың, мен алып өтейін, дейді. Бұған ит жүнін үрпитіп, көзін алайтып, мысықты жейтіндей болып ырылдайды. Мысық қорқып жүзікті бере салады. Екеуі суға түсіп малтып келе жатқанда ит бір балықты көріп аузын салп еткізеді. Жүзік суға түсіп кетеді. Оны балық жұтып алады. Бұл ахуалдың бәрін мысық сезіп, көріп біліп келе жатады. Жағаға шыққанда: жүзікті мен алып жүрем, дейді. Ит үндей алмай төмен қарайды. Балықты аспаннан келіп бір құс іліп әкетеді. Мұның да мысық көріп біліп тұрады. Содан: көп ойланып отырмалық, жүзігің балықты жеймін дегенде суға түсіп кеткен. Оны балық жұтып, балықты бір құс әкетті. Аздан соң тағы басылғанда жем іздеп тағы бір жерге түседі. Оған дейін екі ін қаз. Бірін тік қазып өзің түсетіндей, бірін жатық қаз, мен көрініп жататындай, деп мысық итке айтады. Сонда ол бас салғанда сен оны бас саласың. Сонан соң оны өлтіріп жем сауындағы жүзікті аламыз, дейді. Айтқанындай ит екі ін қазыпты. Бір уақытта әлгі құс мысықты шүйіліп келіп бас салмақшы болғанда ит оны бас салып өлтіріп, асқазанын жарып, жүзікті алып иесіне аман сау апарыпты. Содан бала құбыл жүзікті алып: құбыл жүзік, құбыл, әйелім мен патшаны кемпірді алдыма келтір, алтын сарай жаса, ортасында там болсын, дейді. Сол заман барлығы пайда болады. Патшаны өлтіріп, кемпірді тірідей сойып, әйелін қайтадан өзі алып мақсатына жетіпті. Мысық итмен еліне келіп, әке-шешесі аман сау көріп, оларды бақытты бай тұрмысқа кенелтіпті.